Баршаңызға сәлем. Бүгін балды тортын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен темір ыдысымызға 2 жұмыртқамыз бен қантымызды салып, араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң 3 ас қасық балымызды саламыз. Отта жақсылап ерітіп аламыз. Араластырып болғаннан кейін 1 ас қасық соямызды саламыз, араластырамыз. Бізде реакция жүру қажет, және де сарымайымызды салып, отта жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды ақырындап салып, қамыр еритін боламыз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін оны пакетке салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқыштан шығам дегенге дейін мен заварной крем әзірледім. Бірінші сүтімді кастрөлге салып қайнатып алдым, сосын бөлек ыдысқа жұмыртқам мен қантымды салып араластырып алдым. 3 ас қасық ұнымды да салдым, тағы да жақсылап араластырдым. Енді қайнаған сүтіміздің үстіне осы массамызды сала отырып араластыратын боламыз. Ескере кетсек, креміміз газде қойылғанға дейін араластырамыз. Содан соң барып сарымайымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, басқа бөлек ыдысқа салып алдым да бетін пищевой пленкамен жаптым. Бөлме температурасында суытамыз. Ендігі кезекте қамырымызды бөліп аламыз. 7 бөлікке. Ендігі кезекте қамырымызды жайып аламыз. Жайылған қамырды барып кольцоның көмегімен кесіп шығамыз. Пергаментімізге жайып салып, осылай вилканың көмегімен тесіп шығамыз. 180 градус қызған пешімізде 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Қорждарымыз піскеннен кейін оны суытып, дайын кремімізді жағып, дәл видеодағыдай тортты құрастырып шығамыз. Әсемдеу жағы өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен өзім осы балды тортымыздың шет жақтарындағы қорждарды үгітіп, шеттеріне жағып, шоколадпен әсемдеп шықтым. Дайын болғаннан кейін оны 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осымен дайын ас болсын.